Сонымен, құрметті жас дос, біз моңғолдардың, яғни моңғол ұлыстарының құрылу тақырыбын жалғастырайық. Көңіліңізді бөліңіз. Мен сізге бұның алдындағы сабақтарда Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы туралы мәліметтер бердім. Ал енді Шыңғысхан және Шыңғысханның тақ мұрагері кім болды деген сізге сұрақтар келуі мүмкін. Шыңғысхан және оның үлкен ұлы Жошы 1227 жылы қайтыс болады. Екеуі бір жылда қайтыс болды. Ал енді Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін тақ мұрагері болатын оның үшінші ұлы Үгедей. Ал енді Шыңғысхан көзі тірі кезінде балаларына Қазақстан жерін немесе жаулап алған барлық жерін балаларына бөліп берген болатын. Соның ішінде Үгедейге мына аймақтар тиеді, яғни Үгедей ұлысының жері мына жерлер. Көңіліңізді бөліп, құрметті оқушы, ойыңызға тоқи отырыңыз. Үгедей ұлысына Ертістің жоғарғы ағысы, Алтай, Тарбағатай, Моңғолияның батыс аймақтары кіреді. Ал енді қайтадан қайталайын. Моңғолияның батысы, Алтай, Тарбағатай, Ертістің жоғарғы ағысы Үгедей ұлысына кіретін жерлер. Ал 1227 жылы Шыңғысхан өлімінен кейін Үгедей тақ мұрагері болып сайланғаннан кейін өзінің ордасын Моңғолиядағы Қарақорым аймағына көшіреді. Ал енді Шыңғысхан және оның кенже баласы Төлеге Моңғолияның негізгі аймағы тиеді.